Бір бөлім. Жаным. Шыбын жаным-ай. Қолқасы ашта ауыртып демі бітердей болып үзіліп кете жаздап, жаны мұрнының ұшына келіп, бірде ауырлап, енді бірде жеңілдеп жатып алған Жақсыбек қария әр мезетіне тәуба тілегендей, тыртысқан қалпы, қатты қиналыс сәтінде тін. Не өлі емес, не тірі емес. Ой қиялы да көмескіленіп, бір сәт түсі, тағы бір сәт өңі секілденіп, сағымдана беретін. Төсек тартып жатып қалған күндерін ойша санамаласа аса ұзақ уақыт емес сынды, сөйтсе де өзіне тым созылыңқы. Соңғы 2-3 күн әлетінде әлдебір қияс ой қойнынан сумаң етіп шыға келетін әдет тапты. Осы қақпасты бақи дүниенің қабылдауы барынша қиынға түсер ау деп күбірлесіп жүрген шығар былайғы жұрт. Мұнымен тоқтамайды, тағы да сыздықтатады. Әрине, тірлікте ұмар-жұмар істегенің бар, ту талапа етіп ұйпалап тастағаның бар, анауың бар, мынауың бар, қандай қисық қадам жасап бақсаң, соның сазайын тартпайынша көрге кірмейсің. Ойбай-ау, өлмейін дей ме? Өлгісі-ақ келеді. Әй, бүйтіп қозғалуға шамасы жетпей, төсек тартып жата бергенше бір-ақ күнде жарық дүние қош бол деп жөнеп кете барғаны керек-ақ. Сөйтпек керек десе, ол жағы тағы да өз қолында ма? Алладан әмір келмесе, қалай көз жұмады? Жарық дүниелік тұз дәм шіркін, жібермейін десе жібермейді. 5 күндік жалғаннан көруге тиістіні көрмей, көрге де кіре алмайсың. Бұл өзі, анық-қанығын кім біліпті, молдалардың айтуынша, қасиетті Құран кәрімде де жазылып қойған дейді. Ал былайша ойлап қарасаң да, шындығы сол. Бұйырғанды жейсің, бұйырмағанға тас та жоқ. Өзінің қыздай алған қатыны, Данашы, Данабикені айтады. Бұның ана дүниеге апыл-ғұпылда даңғырата жол салғанын тілей ме екен осы. Біреу біліп, біреу білмей қалса дей ме? Жоқ, Данаш сұлуға салса, әрине, шалының өз жанында болғаны, ұзақ болғаны керек, қалай десе де, тағдыр серік. Күнде аз-кем күбірлесе де, аракідік өткенді еске алсар, баяғыны тілге тие кетер, кешегін айтып, кең-кең күлсер. Тірі жанға ол да қуат. Ерте кезде де елжіріп еске алар өз қатарың, өз замандасын қыл-құйрық жоғалса, өмір қаншалық қызық дейсің. Кейінгі жастарға сенің ілгеріде не істегенің, қандай іс бітіргенің сөз бе екен? Сөз де емес, маңызды да емес. Сылдыр су. Сосында оның жөні басқа. 10 бөлім. Соңы 2 бөлім. Әй, сездің ғой. Сезгенің айна қатесіз. Тағы да қиқы-жиқылау, тарыдай шашыраңқы бықпырт ой көңіл сарайын аралай түскен. Апырау, бірақ сыйлы көңіл басқа, сүй басқа десеше. Осыны біліп аңғарып жүргені ме? Ішке кірген кейінгі дем сыртқа тез шыға қоймай, тағы да қинала түсіп, денесі дір-дір етіп, жан дәрменге ерік берген. Әй, шықты-ау демі құрғыр. Қинап тұрып қорқытып барып шыққанын қарашы. Өй, көк соққан. Осы демді айтады да, осынша қымбат, осынша аяулы да қадірлі деп ойлап па әнебір жылдары. Дем деген не тәйірі? Бойда күш-қуат тасып тұрса, бәрінде оп-оңай өз дегеніне икемдеп алатындай мысық мұрттанатын. Сөйтсе, кісі жанның ең нәзік, ең осал, ең жіңішке тұсы емін еркін кіріп шығар демекен ғой санамен салмақтап байқаса. Соны бүгін ғана, жоқ, бүгін ғана емес, бірнеше күннен бері нақпа-нақ сезінген сыңайы тағы бар. Демі орнына келген соң бұл пенделікті қоя бер, тағы да өткен күндерге ой ұзата түсіп, жан ләззатын іздегендей, лып етіп сезім пырағына жайдақ мінгескен. Данашынан бір мін таба алар ма, өзіне жақсы жарда, былайғы жұртқа ибалы келінде, ал балаларына өнегелі ана болғанына мына жер, мына аспан, тіпті бір Алла куә. Кішкентай құрық ауылының бар ақсақал қарасақалдары оны текті жердің қызы екенін сан рет дәлелдеді деп аузының суы құрып, әр бас қосу сәтінде көшелі әңгімеге оралып соғып, қиялап сөз етсетін. Бұл әңгімені Жақсыбек естімей ме? Әрине естиді. Тіпті бір қария өз аузымен бетпе-бет отырып та кең толғап, кертіп сөз сауған. Ай, қарағым, мына жарға құлақ басыңдағы бағың жанып, тасың өрге өрлеп тұрмысқаны ең әуелім ана келіннің арқасы. Деген. Ақсақал, осы сөзіңізге қарсы келіп, ләм деппін бе? Ләббай деймін. Әрі қарай тыңда. Ер жігітті ер ететінде, жер ететінде қатыны. Қатыны оңбағанның отының басы да оңбайды. Бар бітірдім деген еңбегін құмға сіңген судай. Оны білем ғой. Тағы да тыңдай бер. Сен, қарақ, тырнақтай тірлікте, жақсы адамның қадіріне жету дегенді білемсің.
Қадірліні қадірсіз ете бастасаң, алдымен өзің қадір-қасиеттен жұрдай боласың. 3 бөлім. Сол қария, апырай, сөз астарымен нені ұғындырғысы келді екен. Ойын ашып айтпаса да, астарында бірдеңе тасаланып тұмшаланып тұрмады ма? Қайран да қайран қыртыс маңдай жақсы қарт, бүгінде сенің басқан ізіңе зармын. Заман мынау, адамдар анау. Жастар дегенің әдесең мә деуге әзір, бір сөз айтсаң өзіңе 2 сөз қылып жауап тықпалайды. Тәрбиеден кеткен тарыдай ақаулық па? Үйретуден кеткен ұшынды әдет пе? Ау, сонда бұл қайсы? Әне бір жылдары соғыстың ар жақ, бер жағында туғандар қандай тәрбие көріп өсіпті? Кім олармен күндіз түні олай етпе, бұлай етпе деп тәптіштеп сөйлесіп айналысыпты? Жапан түзде жатқан, жығылма үйлерді паналаған бір уыс ауылда қандай тәрбие мектебі бар еді? Жас баланы емірене еркелету тұрмақ, жамбасынан сипауға да уақыт таппай жатпаушы ма еді сол жылдарда. Бірақ сол ұрпақ жаман жәутік болып өсті ме? Үлкеннің бетінен ала түсетін көкала мінез бетпақ па? Данашым-ай, біздің 5 баланың бар мінезімен тәрбиесі тап мына сенің алақаныңда аяланды. Сен соларды бірінен соң бірін туып жатып та, әрі жұмыс істеп, әрі бала тәрбиесімен айналыспап па ең? 5 баланың 5-еуіне де ой кілт кесілді. 5 бала дейді, расымен сол 5-еуі ғана ма? Анық өз белінен өрген балалар десе, онда неге 5-еуін ғана атайды? Тағы да жүрегі құрғыр тордағы балықтай шоршып қалып, бүлк ете түскен. Бұл жолы, бірақ, қаттырақ бұлқынды, өн бойын қозғап өткендей тепкіні қатты. Ай, қымбаттым, асыл туған данашым десе, өзіңді соншалық дана көріп, ең бір қимасыма балап жүрсем де, саған сезім қиянатын жасағаным қалай еткенде де ақтап алуға келмейтін кесір қадам. Бірақ сөйтейін дедім бе? Мені тастақты шатқалға итермелеп, еркімнен тыс жолсызға жетелеп әкеткен, тіпті, турасын айтқанда, ханымды тастқан әлгі шолақ Шәкібай көрсетіп баққан қотыр айғырдың қопаңдауы секілді ерсілеу әрекет болмады ма? Жоқ, оның дәлме-дәл аты, қызғаныш деген пәлеме. Бәлкім, одан да басқа бірнеңе. 4 бөлім. Кермек ойдан басын қаншалып қашайын десе де, неге олай еткенін бір Алла білер, көңілдің бір түкпірінен сәт сайын Шәкібай шолақтың бейнесімен мұндалап тұрды да қойды. Өзі шолақ болған соң, қан қасап соғысқа керек емес, елде қалған еркек кіндіктің әлдісі, қайраттысы, осы Шәкібайды. Бір қолы шолақ демесең, бүкіл қайрат күші бойында, лапылдап жанып тұрған нағыз еркек кезі. Жақсыбек колхоз бастық болса, Шәкібай бригад. Ол бастықтың алдында мәймөңкелеп, өтірік күліп, түлкі бұлаң мінез байқатып жүрсе де, колхозшы қыз келіншектерге оңашада қырғидай. Ел аузына кім қақпақ қояр? Сыпсың өсек былай дейді. Осы Шәкібайдың еркектік әрекеттеріне бар қатын әбден-ақ тойып болған көрінеді. О, жасаған, біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді деген осы ма? Күйеулері майдан даласында қан кешіп жүрген, бір басының соры 5 елі, күн азабы мен түн азабын қатар өткеріп жатқан бейбақ қатындарға шегірткенің айғырындай шіңкілдек әмірші табыла кеткенін көрмеймісің? Өзіне салса, сүттен ақ, судан таза. Айтатыны ауылдың ауызбіршілігі, елдің тыныш тіршілігі. Мін тауып көр өн бойынан. Сол Шәкібай басқаны қойып, бұның жақын әулетіндегі байсыз қалған қатын қалашқа көз сала бастапты дегенді естігенде. Тыстан естілген дауысқа елең еткен. Ақсақал үйде ме? Үйде ғой, қарағым. Сықырлауық сүйек пен көн боп қатқан теріге сүйеніп отырған кәрі кісі үйде болмай, қайда бара қоюшы еді. Қазіргі кезде бір адым аяқ басуға да зар, данашының дауысы. Жанашыр үн. Жылаңқы үн. Ескі есік аянышты үнне басып, сықырлап кері шалқайды. Бірақ тыстағы еркек әлі ішке кіре қойған жоқ. Өзі табалдырықтан аттауға асығар емес. Бұл кім болды екен? Аман сау бармысыз, әкей? Өзінен бұрын қарлығыңқы даусы сумаң ете қалды шал жатқан бөлмеге. Бұрын кім-кімді де даусынан тез ақ ажырата алушы еді. Тани алмады дауыстан. Көптен естімеген, қарлыға шыққан қиқалаң үн. Содан соң өзі де әзер деп бас қылтитқан. Бөрі көз боз бет жігіт. Жанарында от бар. Жүзін жылытса да көзіндегі ызғар жібімегендей. Әкей, бұл мен ғой. Майданбекпін. Оған көзін қадап қарап жатты да, жұтқыншағын жұтына түсіп көңілдегі жылы сөзін, ықыласты ниет сөзін әзер тіліне байлаған. Майдан сенбісің? Менмін әке.